Тұран инфо Дастан Исламбек әріптесіміздің сұрағы. Мемлекеттік сатып алу бойынша рейтингтік балдық система арқылы жалған ақпарат салған компаниялар көбейіп кетті. Сол арқылы бірнеше жүздеген нысандар тұрып қалды. Оның ішінде Тараз қаласындағы номер 11-ші мектеп құрылысы да бар. Шебер Билд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі еліміздегі жосықсыздар үшін жұмыс тоқтап қалды. Шешімі қандай болмақ? Бұл бірінші сұрақ. Дастан, рахмет. Сұрағыңызға шынымен мынау біздің рейтингтік балдық жүйенің жұмыс өтілі депозитарийіне жалған ақпаратты енгізу фактілері бар. Оны айту керек, мойындау керек, олар бар. Оны біздің жаңағы әлеуетті өнім жеткізушілер жасап жатыр. Өздері жаңағы махинация жасап, жалған ақпаратты енгізіп отыр. Біз бұл фактілерді білеміз, күресіп жатырмыз. Бұны күресу үшін біз жақында ғана 15-ші желтоқсан қараша айында екі жаңағы түзету енгіздік. Біздің ережемізге ол бірінші енді жұмыс өтілі туралы ақпаратты енгізу үшін жұмыс өтілі туралы ақпаратпен бірге жұмысты істеу, жұмыстарды белгілі бір объектіні салуға рұқсат беретін талонды салу керек, ақпараттық жүйеге құю керек. Екінші, ол экспертиза, сараптама. Әр объектіні салардың алдында бұл объекті салу туралы сараптама өткізеді, сараптама болу керек. Және талон алады. Бұл объектіні салуға рұқсат беретін талон. Осы екі құжатты қосымша сұрату енді күшіне енді бұл ереже 1 қаңтардан бастап енді басқа құжаттармен басқа осы екі құжатты сұрату міндетті болып отыр. Бұл жалған ақпаратты енгізу фактілерін азайтады деген ойдамыз. Бірақ біз бұл жұмысты тоқтатпаймыз. Ары қарай қандай фильтрлер керек, жалған ақпаратты енгізбеу бойынша қандай қосымша құжаттар керек, бұл жұмыстарға қарай жалғастыратын боламыз. Рахмет сұрағыңызға, Дастан. Рахмет. Әріптесіміздің келесі сұрағы, жаңа сіз жоғарыда айтып өттіңіз, бір көзден сатып алу туралы. Бір көзден сатып алу арқылы жемқорлық фактілері көбейіп кетпей ме? Мен жаңа орысша жауабында айттым. Бір көзден сатып алу негіздемелерін азайту біздің бір жұмыс бағыттарымыздың, басымдықтарымыздың бірі. Енді статистикаға қарайтын болсақ, биылғы жылдың қорытындысы бойынша бір көзден сатып алудың үлесі жалпы сатып алуларда азайып отыр, 23%-ға жетіп отыр. Биылғы жылдың қорытындысы бойынша 24%, 22 жылдың қорытындысы бойынша 25%. Ары қарай ақырындап азайып отыр. Енді көбейіп кетпей ме деген сұраққа нақты айта аламын. Бұл жерде ажыратып қарау керек. Бір көзден сатып алу ол керек бір жағынан. Біздің жаңағы бір көзден сатып алу негіздемелерін өзіңіз қарасаңыз, Дастан, бұл жерде зерделеп қараңыз, ол жерде тек қана керек біз негіздемелерді қалдырдық. Ол қандай негіздемелер? Ол жаңағы төтенше жағдай. Ол біздің органдар үшін керекті, күнделікті керекті жаңағы потребностіміз, қажеттіліктерді сатып алу, басқа да қажетті шаралар. Сондықтан біз керек қана негіздемелерді қалдырдық. Басқа негіздемелерді біз осы заң жобасында заңмен алып тастадық. Қадағалау бойынша мен жаңа айттым, бір көзден сатып алуды қадағалау біздің назарымызда әрқашан.